Баршаңызға сәлем. Бүгін мен шаршаңқы күрішті қалай пісіретінімді көрсетемін. Осыны мен бір түркмен қызынан үйреніп алдым. Оп-оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына шейін қараңыз. Алдымен бір стакан күрішті кастрюльге салып, жақсылап тұрып жуып аламыз. 3-4 рет. Содан кейін су құямыз. Кәдімгідей бөлме температурамен тұрған суды құямыз. Суымыз күріштен 1 сантиметр ғана асып тұру керек. Осы кезде дәміне қарай тұздаймыз. Жақсылап тұрып араластырып, қатты отқа қоямыз. Күрішіміз енді қайнап жатқанда отты азайтамыз. Бетіне целлофан жауып, үстіне қақпағын тығыз жауып қоямыз. Ол өте маңызды, онда буымыз шықпайды. Жай отта пісіреміз. Мінекей мен бірге қойып қойдым. Енді 15 минут күтеміз. Мінекей уақытымыз болып қалды, күрішіміз дайын. Піскен кезінде қақпағын ашып қарамаймыз, өйткені бұл шығып кетеді, сосын күріш дұрыс піспей қалады. Кәнекей көрейік, күрішіміз қалай пісті екен. Жақындап көрсетейін. Мінекей қараңыз, қандай шашыраңқы әдемі болып пісті. Осы тәсілменен кез келген күрішті дайындауға болады. Видеоның ең соңында кәдімгідей ақ маржан күрішті дәл осы жолменен пісіргенін көрсеттім. Салыстыру үшін қарасаңыз болады. Енді гарнирді әдемі қылып салу үшін кесені сулап, күрішті басып саламыз. Мінекей көріп жатқандай, күрішіміз формасын күшті ұстайды, әрі жабыспайды. Ал енді ақ маржан күрішті көрейік. Бұл өздері осында өте жақсы көрінеді, қараңызшы. Осы күрішті жақсы болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сізге ұнайды деп ойлаймын. Каналыма жазылыңыздар. Лайк қоюға ұмытпаңыздар.